Сәлем балалар, бүгін 114-ші сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы етістікті қайталау. Дара және күрделі етістіктерді анықтауды үйренемін. Тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырамын. Дерек көздерден қажетті мәліметтерді табамын. 42-ші жаттығу. Мәтінді қатесін түзеп, көшіріп жаз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Енді қатесін түзеп жазамыз. Бұл жерде дара етістіктер ұшты. 43-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер: 1991 жыл, 2 қазан, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Тоқтар Әубәкіров, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров тұңғыш рет 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшты. Осылайша 45 жасында ғарышкер атанып, әйгілі болды. 44-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мақалды көшіріп жаз. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады, ақылды білімге тоймайды. Шығармашылық үзіліс. 45-ші жаттығу. Кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде. Тұжырымдар я немесе жоқ және дәлелдерді жазамыз. Бірінші, етістік заттың атын білдіретін сөз табы. Дұрыс па, балалар? Жоқ. Етістік дегеніміз заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөз табы. Екінші, сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды? Етістіктің сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды? Енді балалар, үшіншісін өзіміз жасап көрейік. Жасап, комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.